Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманы оқу, мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Мұғалімнің көмегімен қарапайым және нақтылау сұрақтарын қою және оның жауабын шығармадан таба білу. Ал балалар, мен сендерді шығармамен таныстырмас бұрын бірінші елік туралы түсінік бере өтейін. Елік бұл бұғы тұқымдасына жататын жануар. Аяқтары жіңішке әрі ұзын болады. Олар жеміс-жидек және шөптесін өсімдіктермен қоректенеді. Еліктің баласы құралай деп аталады. Еліктің еті, терісі, мүйізі бағалы болады. Олардан дәрілер жасалады. Және де елік ең жүйрік жануарлардың біріне жатады. Ал балалар, енді оқулығымыздың 82-ші бетіндегі 84-ші сабаққа қараймыз. Бүгін бізге 84-ші сабақтың бірінші тапсырмасында жаңылтпаштар берілген екен. Кәні осы жаңылтпаштарды бәріміз бірге оқиық. Жабайы маралдар бар, араларында жаралы маралдар бар. Еліктер керіктерге еліктеді ме? Керіктер еліктерге еліктемес. Осы жаңылтпаштарды өздерің бірнеше рет қайталап жаттап алыңдар. Мамытбек Қалдыбаев атамыз 1939 жылы 9 наурызда оңтүстік Қазақстан облысы Төле би ауданына қарасты Қызылжалау ауылында дүниеге келген. Мамытбек атамыздың қанат қақты, ол неге ұялды, айна, ақжайық әуендері, жолдар шақырады деген көптеген кітаптары жарық көрген. Енді бүгін біз осы Мамытбек Қалдыбаев атамыздың еліктің лағы шығармасымен танысамыз. Ал ендеше шығарманы тыңдаймыз. Еліктің лағы. Аспан шайдай ашық. Таңғы таза ауа дене тоңазытады. Жалғыз аяқ жолмен таяқ ұстаған, иығына мылтық, дүрбі асынған, беліне торсық байлаған бір адам келеді. Ол Түймебай деген аңшы. Аңшы таяғына сүйеніп биікке өрмелей бастады. Беліндегі торсығын шешіп, сая жерге жасырды. Таяғын тасқа сүйей салып, қолына қосауыз мылтығын алды. Қарсы алдынан бір нәрсе қараңдағандай болды. Ол демін ішіне тартып, мылтығын алға кезеген бойда қалт тұра қалды. Әлден соң тастап отырған қарғаны көрді. Қап, мына қырсық атқыр, бүлдірмесейгі дегенше болған жоқ. Қарға сақ болыңдар аңдар деп ескерту жасағандай төбесіне бар даусымен қарқылдай ұшып өтті. Түймебайдың ызаланғаны соншалық оны атып салғысы келді. Бірақ ашуын ақылға жеңдіре білді. Ол қайтадан алға жылжи бастады. Кенет биік шоқы түбінен бір елікті көріп қалды. Қуанғаннан екі көзі оттай жанып кетті. Дереу мылтығының құлағын қайырды. Енді ол тіпті жақын келді. Елік қаннен қаперсіз жалпақ тасты жалап тұр. Нысанаға ала бастады. Әне елік қарауылға да ілінді. Сол сәт шоқы арасынан арғы жағынан селтең еткен кішкене сұрлақ көрінді. Ол келе енесінің емшегіне жармасты. Түймебайдың қолындағы мылтық сылқ етіп жерге түсті. Балалар, шығарманың мазмұны сендерге ұнады деп ойлаймын. Енді дәптерімізді ашып, бүгінгі күннің ретін, шығарманың тақырыбын және авторын жазып қоямыз. Үшінші тапсырманы дәптерімізге орындаймыз. Балалар, сендерге үшінші тапсырмада сұрақтар берілген. Сол сұрақтардың жауабын дәптерімізге түсіреміз. Аңшы қалай келе жатты? Аңшының аты кім? Аңшы не көрді? Аңшы не себепті елікті атпады? Осы сұрақтардың жауабын әдемілеп шығарманы оқып, ішінен тауып, дәптерлеріңе түсіріңдер. Ал балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, үйге тапсырма аламыз. Бүгінгі сабағымызда үйге берілетін тапсырма еліктің лағы шығармасын оқу және
85-ші беттегі 6-шы тапсырмаға зер саламыз. Бұл 6-шы тапсырмада балалар сендерге еліктің суреті берілген. Сол суретке қарай отырып, өлең құрастырамыз. Және сол өлеңді дәптерімізге түсіреміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыз.